Мен Сағынтай Өсет Тарханұлы, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Бесоба ауылының нөмір 8 Тірек мектебінің 8 сынып оқушысы боламын. Менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық байқауына қатыса отырып, Жақсылық керуені номинациясы бойынша Қарттар Масыл Қазынам атты жобамды сіздерге ұсынбақпын. Біздің жобамыздың мақсаты білім алушылардың сана сезіміне адамгершілік, қоғамға қажеттілік, қайырымдылық, қамқорлық сияқты адами құндылықтарды ұялату, ауылдағы көмекке мұқтаж қарт адамдарға қызмет көрсету, қоғам алдында азаматтық жауапкершілік сезімін қалыптастыру, жасөспірімдерді волонтерлік қызметке тарту, қоғамдық белсенділікті арттыру болып табылады. Келесі, патриотизм мен азаматтық рухани құндылықтарды жандандыру. Біздің тақырыбымыздың өзектілігі. Қарт адамдардың басты мәселесі оның денсаулығы, аз қамтамасыз етілуі, әлеуметтік сұранысқа ие болмауы және жалғыздық. Біздің жобамызды іске асырудың нақты жоспарларын құрдық. Қарт адамдардың тізімін алып, танысу, оқушылармен бірге сол қарт адамға көмек көрсету, ұсыныс білдіру және көмек көрсететін адамдарды таңдап алу. Жобаны бастамас бұрын оқушылармен алдын ала жұмыс жасау, мақсат, міндетпен танысу, жұмыс туралы ақпарат беру, әңгімелесу. Қарт адамға қандай көмек қолын соза алатынымызды туралы пікірлесу. Қазіргі қоғамда қайырымды іс жасаған жандар туралы мәлімет іздей отырып, жасаған игі істерін басшылыққа алу. Біздің жобамыздан күтілетін нәтиже бұлар: қарттардың өмірге деген құштарлығы оянады, қарттардың көңілдерінде жылулық от қайта тұнады, салауатты өмір салтын оқушылар әдепке айналдырады, оқушылардың коммуникативті құзыреттілігі дамиды, оқушының бойындағы сүйіспеншілік, жанашырлық, мейірімділік, қамқорлық құндылықтары қалыптасады. Жастар қоғамда өзінің орны бар екенін сеніммен қарайды. Жасөспірімдер түрлі волонтерлік жұмыстарға тартылады. Оқушылардың қарттарға психологиялық қолдау көрсетуге бағытталған қайырымдылық қызметіне белсенділіктері артады. Және жастар қоғамның әлеуметтік мәселелерін көріп, шешу жолдарын үйренеді. Ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан қазақ халқының өнегелі қасиеттерінің бірі бұл қарияларға құрмет көрсету. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, қазақ халқымыз қарттарға ізетпен құрмет көрсеткен. Дегенмен ешқандай сый құрмет көрмей, үй жұмыстарын, үй шаруаларын өздері жалғыз атқарып жүрген қарттар бар. Әрине, бұл бізді қынжылтады. Және де сондай жалғыз басты қарттардың санының артуы да бұл, яғни біздің көңілімізге алаң тудырады. Осындай қарттарға көмек қолын созу бұл біздің азаматтық борышымыз болып табылады. Біздің өзіміз білім алатын қара шаңырақта қоғамға қызмет жобасын іске асып келе жатқаны 3-4 жыл болды. Осы уақыт аралығында жоба қатысушылары 13 үйге өздерінің көмек қолдарын созды. Соның ішінде атай кететін болса, Сәдуақас Ескендірұлының үйіне барып, үй шаруашылығына қолғабыс еттік. Бұл жерде оқушылар, жоба қатысушылары байқап отырғандарыңыздай бірнеше жұмыстар жасау арқылы өздерінің көмек қолдарын созды. Қар тазалап, ағаш жарып, мал шаруашылығына көмектесіп, түрлі жұмыстар атқарды. Бұл жұмыстарға қызу кірісіп кеткен оқушылар. Және де жұмыс соңында қария өзінің ізгі ниеті мен тілектерін білдірді. Маған келіп, әжептәуір жұмыстың ретін көмектесіп кеттіңдер. Отын, ағашқа, көмірге, мал шаруашылығына сендерге көп рахмет. Үнемі ылғи көмектесіп тұрасыңдар. Алғысымды, ризашылығымды білдіріп жатырмын. Сендерге көп рахмет. Осы жастарға ұзақ өмір беріп, достарына аманшылық денсаулық сауап беріп, отанымызға аман деніміз сау, тыныштық болсын. Осындай аман есен жәрдемдесіп сендер жүре беріңдер. Сонымен қатар, әр кезде олардың тарапынан айтылатын жылы сөздер мен алғыстар, ізгі ниеттер, жоба қатысушыларынан өзіндік орны бар екені, қоғамға пайдасы тиетіні туралы өзін жеке тұлға, маңызды тұлға ретінде қалыптастыруға өзінің септігін тигізеді. Олардың соңынан еріп келе жатқан бауырлары да осы істі ары қарай жалғастырады.
оларға қарап бой түзейді. Осы жоба қатысушылары мектеп бітіріп кеткен күннің өзінде олардың артында соларға еліктейтін бауырлары осы жобаны ары қарай жалғастырады. Әр күнде бір игі іс жасау бұл біздің басты міндетіміз болып табылады.